Қамшы қайтару қазақ халқының ұлттық салт-дәстүрі. Аталған дәстүр құдалық, яғни құда түсу жолында жасалатын таза қазақи ұғымды көрсететін жолдардың бірі. Оның жөн-жосығы былай: ұлына қалыңдық іздеген жігіт әкесі ауылдың ақсақалы мен азаматтарына және өз туыс-туғандарына жолығып шаруасын айтады. Бұған жанашырлар ақыл қосып, пәлен жерде осындай жақсы адам бар және оның бойжеткен қызы барын айтады. Әрине, бұл жерде болашақ құдалардың тек аталардан болуын әркім қалайды. Сөйтіп жігіт өзінің беделді адамдарын ертіп, қыз әкесінің үйіне барып түседі. Қонағасын ішіп болған соң, жігіт өз қамшысын кереге басына іліп кетеді. Мұны көрген қыз әкесі келген кісілердің аты-жөнін, ата-тегін білгеннен кейін оларға тиісті жауабын беруі керек. Келіскен жағдайда қамшыны қайта орнына іліп қояды.